ел аумағында жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған автобус шарасы өткізілді. Шара барысында 22 мыңнан астам жолда жүру қағидаларын бұзудың жолы кесілді. Оның 6 мыңға жуығы жолаушылар тасымалы саласында. Жолаушылар мен жол жүрісіне өзге де қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өрескел заң бұзушылықтарға басты назар аударылды. Олар жалған мемлекеттік тіркеу нөмірімен басқарған 2 дерек, мас күйінде басқарудың 4 дерегі және көлік құралын басқару құқығынан айырылған 3 жүргізуші. Одан бөлек қалааралық және халықаралық бағыттарда жолаушылар тасымалымен айналысатын автобустарда орындарды заңсыз жабдықтаған 63 дерек анықталды. Сондай-ақ 61 автобус арнайы айып тұраққа қойылып, 102 мемлекеттік нөмірлер тәркіленді. Сонымен қатар 6 жүргізушіге көлікті мас күйінде басқарған үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 346 бабымен сотқа дейін тергеу тексеру басталды. Азаматтардың өмірі мен денсаулығы ең жоғары құндылық. Ішкі істер министрлігі барлық жүргізушілерді, оның ішінде жолаушылар тасымалымен айналысатын азаматтарды заң талаптары мен қауіпсіздік қағидатын қатаң сақтауға шақырады.